12 ғасырдың басында қазіргі қазақ даласының басым көпшілік аумағы соғыс пен тартысқа бой алдырған еді. Бір замандары алып империя болған ұлы мемлекеттің ұрпақтары мемлекет пен тақ мұрагерлігіне таласып, көп бөліктерге бөлініп, өзара соғыс пен алауыздықтың жолына түскен еді. Шыңғыс хан 1168 Тышқан жылына сәйкес келетін жылы өзінің әкесі Жесугейден айырылып жетім қалады. Бұл кезде Шыңғыс ханның жасы 13-те болатын, және бұл уақытта оның әулеті мен Тайжуыт рулары арасында шайқас орын алған еді. Шыңғыс хан қолына қару алып шайқасқа жарайтын жігіт болғанша, олардың жағдайы өте нашар болды. Тайжуыт руының басшылары Шыңғыс ханның аталас туысқаны болып келетін, және оның әкесі Жесугей Бахадыр тірі кезінде өздерінің Жесугейге деген көралмаушылықтарын жасырын сақтайтын. Ал Жесугей Бахадыр қайтыс болғаннан кейін олардың дұшпандығы ашық жария болды. Міне осындай қиын заман туындағанда Шыңғыс ханның анасы Қоңырат руының қызы Уалын Иқа жауға қарсы қолына қару алып, Шыңғыс ханды тақ мұрагерлігіне қарай жетеледі. Бұл күресте оған Жалайыр рулары қатты көмектесті. Шыңғыс хан ер жетіп есейгеннен кейін айналадағы туысқан руларды біріктіруге кірісті. Ол алдымен Тайжуыт рулары мен Екерес руларымен бірігіп алған Жамұқа шешенмен соғысып, оларды өзіне қосты. Сондай-ақ олардың арасында Қоралас руы, Ұрут пен Нұяқын руы, Ауруыт пен Байруыт рулары, Жүрият руы сияқты қауымдар да бар еді. Одан кейін сол аралықта жақын маңдағы ру тайпаларды бағындырып біріктірді. Одан кейін Шыңғыс хан Найман қауымын өзіне біріктірумен айналысты. Ол кезде Наймандардың басшысы Таян хан болатын. Сөйтіп ақыры соңында Таян ханды толықтай жеңіп, Найман қауымы мен оған қарайтын басқа да руларды біріктіріп, қуатты мемлекетті қайта қалпына келтірді. Шыңғыс хан Таян ханды толықтай жеңіп, мемлекеттің бір тұтастығын қалпына келтіргеннен кейін 9 аяқты ақ күйіз үй тігіп үлкен құрылтай жасады. Сөйтіп оны халқы ақ күйізге көтеріп, Теміршің деген атын бұзып, Шыңғыс хан деген ұлы мақамды дәрежені бекітті. Бұл мақамды оған ұсынған Қоңырат руының тумасы Көкеші болатын. Оны және тіп тәңірі деп те атайтын. Сол уақыттан бастап Шыңғыс хан атауы оған түбегейлі бекітілді. Одан кейін Шыңғыс хан Таңқұт деп те атайтын Қашын уәлаятына жорық жасап, ол жақты да бағындырды. Сөйтіп мемлекеттің ішіндегі бүлікшілерді тәртіпке келтірумен айналысты. Таян ханның жеңілісінен кейін оның баласы Күшлік өзінің жақтастарымен Шыңғыс ханға қарсы соғыс жүргізді. Одан кейін Таян ханның баласы Күшліктің жақтастарын талқандау үшін Шыңғыс хан Ұранқай руынан шыққан Сүбетай Бахадырды оған қарсы жіберді. Бұл уақытта түркі-моғол мемлекетінің оңтүстік батысы Хорезм-Шах мемлекетімен шекараласатын еді. Ол өте бай әрі құдіретті мемлекет болатын. Түркі-моғолдар әлсіреген уақытта олар түркілердің көп жерлерін өзіне бағындырып, шекараларының аумағын Отырар қаласына дейін кеңейтіп алған болатын. Және олар мұнымен шектелмей, түркілердің басқа да жерлеріне көз сала бастады. Сөйтіп түркі-моғолдардың саудагерлері мен елшілерін өлтіріп, Шыңғыс ханға ашық соғыс жариялады. Солайша екі ел ортасында үлкен соғыс басталды. Мұхаммед Хорезм-Шах Таян ханның баласы Күшліктің одақтасы болатын. Сөйтіп оған көмек беру керек деген сылтаумен түркі-моғолдардың жерлеріне қарай үлкен әскер бастап келді. Кейбір тарихи деректерге сәйкес оның әскерінің саны 200-300 мыңға дейін жететін еді. Солайша ол Арал теңізінің шығыс алқабындағы маңайға жетіп келді. Ол жерде Күшлікті қуып келе жатқан Ұранқай руынан шыққан Сүбетай мен Қоңырат руынан шыққан Тоғышар Бахадырлар бар еді. Мұхаммед Хорезм-Шах бұл хабарды естігенде оларды қуып жетіп, шайқасқа кіруге шақырды. Алайда Сүбетай онымен соғысудан қашу мақсатында, біз сенімен соғысуға Шыңғыс ханнан пәрменіміз жоқ десті. Хорезм-Шах айтылғанды елемей, әскерлеріне сап түзетті. Мұны көріп Сүбетай да өз әскерлеріне соғысқа дайындалуды бұйырды. Солайша екі жақтан да қатты шайқас болды. Түркі-моғолдарының әскери дайындық жағынан да, соғысу әдісін меңгеру жағынан да аса шебер, әрі арыстандай айбатты болатын. Олардың саны жауларына қарсы қаншама есе аз болса да, тау көшкіні сияқты соққы беріп, Хорезм-Шахтың ортаңғы шебін бұзып өтті.
түркі мұғылдар ортаңғы шепті тасталқан етіп Мұхаммед Хорезмшахтың шатырына келіп жетті. Мұхаммед Хорезмшах тұтқынға түсіп қалу қаупі жоғарылап, ол соғыс майданынан қаша жөнелді. Әбиір болғанда оның баласы Жалаладдин түркілердің тау көшкіні сияқты дауыл болып келе жатқан әскерлерін лайықты түрде қалқан болып тойтарыс беріп әкесі қашып кеткенше ұстап тұрды. Шыңғыс хан өзінің саудагерлері мен елшілерінің себепсіз өлтірілгенін естігенде, еріктен тыс жағдайда қатты ашуға мініп, Құдайға мінәжат қылды. Тәжіктер мен түркілердің жаратушысы, бұл соғысты мен бастаған жоқпын. Осы соғыстың басталуына себеп болған Мұхаммед Хорезмшахтан кек алуыма жәрдем бер деп, 3 күн бойы 3 сүмердің басында отырып Құдайға жалбарынды. Одан кейін бүкіл мемлекеттің барлық тарапына түркілердің кегін қайтару және түркілердің жерін жаудан азат етеміз деген ұранмен шар тарапқа хабар жіберді. Оның ұранын шар тараптағылар түгел қолдап, көптеген қауымдар оған өз еркімен қосылып жатты. Сөйтіп Шыңғыс хан түркілерді біріктіріп Отырар қаласына жетіп келді. Бірінші кезекте түркілер Отырар қаласын азат етті. Одан кейін Баршынкент, Баршынлық, Хожент, Банакент, Бұхара, Самарқанд сияқты түркілердің әу бастағы жерлерін Мұхаммед Хорезмшахтың озбырлығынан азат етті. Сондай-ақ аты аталмай қалған көптеген шаһарларды түркілер азат етті. Осылайша Шыңғыс хан түркілердің парсыланып кетуін түбегейлі алдын алды. Осылайша түркі мұғылдар өздерінің әу бастағы күшіне қайта мінді. Мұхаммед Хорезмшахтың әскерлері Шыңғыс ханның әскерлерінен бірінен кейін бірі жеңіліс тауып, қашумен қашуда болды. Шыңғыс хан Мұхаммед Хорезмшахты ұстап әкелу үшін өзінің ең сенімді нөкерлерінің бірі Сүбетай Бахадырды жіберді. Сүбетай оны артынан қуалап, ізінен қалмады. Солайша Мұхаммед Хорезмшах Абескун аралына барып, өзінің соңғы өмірін абыройсыз халде жан тапсырды. Солайша Мұхаммед Хорезмшахтың жеңілісінен кейін Сүбетай Шыңғыс ханның пәрмені бойынша Каспий тегізінің батыс жағалауы бойлап солтүстікке қарай жол жүріп, сол маңайдағы елдерді біріктіріп, біраз елдерді өзіне одақтас етті. Солайша Сүбетай өзінің тапсырмаларын орындап болғаннан кейін Дешті Қыпшақ қақпасы бойлап өзінің отанына қайта оралды. Шыңғыс хан Мұхаммед Хорезмшахты түркілердің жеріне қайта келмейтіндей етіп қуып салғаннан кейін батыстан шығысқа қарай үлкен алпауыт империя құрып, ол жерде өркениет пен сауданың дамуына үлкен үлес қосты. Солайша әлемнің осы аймағында сауда мен өркениет, дін мен руханият қатар дамыды.